Сәлеметсіздер ме, каналға қош келдіңіздер. Бұл видеода біз Мағжан Жұмабаевтың отбасы туралы айтатын боламыз. Мағжан Жұмабаевтың алғашқы әйелі Зейнеп, Шоқан Уәлихановтың інісі Жақып Төренің қызы Қадишадан туған. Зейнеп ұл босанып, оның есімін Граждан қояды. Алайда тағдырдың жазуымен ақын үшін қымбат осы екі жан бірінің артынан бірі опат болды. Зейнеп баладан дүние салды. Артынша тұла бойы тұңғышы шетінеді. Бұл шамамен 1917-1919 жылдардың арасы. 1920 жылы омбыдағы мұғалімдер курсы Қызылжарға ауыстырылды. Мағжан сол курсқа басшылық етеді, әрі үйреншікті пәндер бойынша сабақ береді. Міне осы кезде Мағжан курста математикадан сабақ беретін Гүлсім деген әйелге ғашық болады. Алайда Гүлсімнің күйеуі Мағжан мен әйелінің арасын біліп қалып, үйін көшіріп әкеткен. 1921 жылы Қызылжарда Мағжан өмірлік жары болған Злихамен танысады. Злиха Мағжан Жұмабаевтың жиені болған. 1894 жылдың 26 қаңтарында туған Злиха Құрманбай қызының Мағжаннан жарты жастай ғана кішілігі бар. Злиха апай мен ақын туған туыстарының тойында кездескен екен. Ағайындары Мағжанды Жәмила деген жас қызбен қосуға ниеттенген. Бірақ Мағжан мен Злиханың бір-бірінен көз алмай қарап отырғанын байқаған бойдақ Жәмила көзіне жас толып сыртқа атып шыққан. Ал Злиха сол күні кешке заттарын буып-түйіп Мағжанның үйіне көшіп келеді. Көп ұзамай Мағжан мен Злиха Қызылжардан кетеді. Алдымен Ташкентке барады, кейін Мәскеуге аттанады. Ол жерде Мағжан шығыс еңбеккерлерінің университетінде шығыс тілдерінен сабақ береді. Әдебиет институтында білім алады. Гете, Лермонтов, Блок, Горкийдің шығармаларын, әлем әдебиетінің басқа да жауһарларын қазақ тіліне аударады. Злиха Құрманбай қызы 97 жасында елі Мағжанның 100 жылдығын атап өтуге дайындалып жатқанда өмірден озды. 1929 жылы Мағжан Жұмабаев Алқа атты жасырын ұйым құрды деген айыппен Мәскеудегі Бутырка түрмесіне қамалып 10 жылға Карелияға айдалып кетеді. Ақынның жиені Райхан Жұмабаева Мағжанның көзі тірісінде де, қаза болғаннан кейін де жазықсыз жазғырумен айыптан көпке дейін арыла қоймағанын айтады. Онымен дәм-тұздас болып жүрген жақын дос-жарандарының өзі оның талантына, тиянақты әдеби біліміне көре алмаушылық танытқан еді деп еске алады ол. Злихада Мағжанда ауқатты отбасынан шыққан. Злихада ата-анасына мұраға қалған әшекей бұйымдар көп болатын. Злиха Мағжан Карелияға жер аударылған кезде 14 рет барып қайтты. Қымбат тастармен көмкерілген сырға сақиналарын беріп, күйеуімен кездесуге рұқсат алатын. Злиха Мағжанның атылудан аман қалғанына қуанды. Түрмеде отырса да басының амандығын тіледі. Жақынырақ болайын деп Ленинградқа көшіп келді. Ленинградта тұратын құрбысы үйіне кіргізді. Күйеуінің өтініші бойынша оған медицина тақырыбындағы кітаптарды апарып берді. Мағжан емтихан тапсырып, фельдшер болып алды. Енді Злиха Мағжанды құтқарудың қамына кірісті. Ол Максим Горкийге хат жазу керек деп шешті. Мағжан Горкийдің шығармаларын қазақ тіліне аударған еді. Естуінше, жазушының әйелі Екатерина Пешкова Қызыл Крестің кеңестік бөлімшесін басқарады екен. Тұтқындарға көмектеседі деп еститін. Осылайша Пешкованың өтінішімен жаза мерзімі 7 жылға кемітілді. Мағжан Жұмабаев 1936 жылы отанына оралды. Түрмеден босап, Қызылжарға келгеннен кейін Мағжан шығармашылықпен айналысып, сабақ беремін деп ойлады. Бірақ сотталған деп оны ешкім жұмысқа алмады. 1937 жылы наурызда Мағжан Жұмабаев Алматыға келеді. Аударма ісімен айналысады. Алайда 1937 жылдың желтоқсанында қайта тұтқындалып, 1938 жылдың ақпанында халық жауы ретінде атылып кетті. Ақынның шығармалары дүкендер мен кітапханалардан алынып жойылды. Жарты ғасыр бойы, яғни 1988 жылға дейін оның шығармаларына тыйым салынды. Күйеуі атылғаннан кейін Злиха да халық жауының әйелі атанды. Достарының кеңесімен қуғын-сүргіннен аман қалу үшін алыстағы Ленинградқа баяғыдағы құрбысының үйіне кетеді. Злиха апай күйеуі ақталғаннан кейін ғана туған отанына оралады. Бір ғажабы, Злиха Мағжанның қолжазбаларының көп бөлігін сақтап қалған екен. Қорапқа салып, туыстарының үйінің шатырында сақтапты. Біздің республикамызда ғана емес, бүкіл Кеңес одағында қатарынан 2 мәрте ақталған бірде-бір ақын не жазушы болған жоқ.
Тағдыр тәлкегі деген осы шығар. Бірінші рет ол 1960 жылы ақталды, алайда шығармаларын жариялауға толық рұқсат берілмеді. Шығармаларын оқуға болмаса, ол қалай ақын атанбақ? Бұл барып тұрған қорлау. Тек араға 28 жыл салып, яғни 1988 жылы ол екінші рет ақталды дейді ақынның жиені Райхан Жұмабаева. Мағжан Жұмабаевтың мол мұрасы Қазақстанның тәуелсіздік жылдарында ғана жұртшылыққа жария етілді. Өлеңдері орыс тіліне аударыла бастады.